Ақшам шерефлеріңіз қайырлы олсын, урметлі сейірчілер. Юақырым телеканалында хаберлер жанлы яйында, мен оның алыбарыжысы Муслим Умеров. Келіңіз хаберлерімізге кечейік. Русия былтыр Керіш боғазы янда запт еткен гемелер кері қайтты. Саат үшке яқын зырхлы Никополь катері Очаков жеварларында көрінді, артындан яны қапу рейс буксері де көрінді. Алынған гемелерінің кері қайтармақ. Қани қанунсыз шекілде олса да мен бұл уақытта түшімге істемеймін. Ама біздің мülkiyetімізіне алынды. Мен белесем бұл yanlış. Ерлі сакенлер Украин гемелеріні қаршыламақ үшін лиманға келділер. Олар әлерінде байрақ тұтайдылар. Русиялер тарафында запт етілген гемелерімізді қаршылаймыз. Шымды олар бізге Очаков лиманына doğru келелер. Батанға қайтқанынан хайырлаймыз. Хайрламаға егетлерінің кейфіні көтермеге ве жемачылықны да иштирак еткенini көстермек истердік. Гемелеріні буксерлер чекіп кетірді. 4-ші каналға бұның себебін арби дениз құветлерінің команданы Игорь Воронченко изатлап берді. Буксир чекіп кетірі, та тезлігі пек яваш, олар өзік юріп оламы. Русиялілер оларының мақф еткен плафон, розетка ве унитазларыны біле чықарып алғанлар. Böylelikle біз bütün dünyaya Русиялілерінің барбаджа давранышыны көстеріріміз. Тәлікесізлік құветлері кечкен сене ноябрь айында Никополь, Бердянск ве яны қапу адлы уч Украин арби гемесіні Керіч боғазы янда запт еткенеді. Русия егірімдор денежіні әсір алды, олар сынырны ұқсыз кечкенде қабатланды. Бірлешік Милетлер Тешкелятының дениз сақы бойынша қалғара трибуналы майыс айында әсір алынған денежілеріні азат етмеге гемелеріні Украинаға қайтармаға талап етті. Русия о заман талапны көрмеген кебе етті. Сентябрьдің 7-сінде денежілер иле 11 саяси мәбіз денешув черчевесінде евлеріне қайтты. Қырым-татар Милли Меджелесі Украина президентіні юғары шураға Қырым-татар Жұмхуриеті бойынша қанун лейхасы бермеге чағыра. Бұл ақта ресми бейанатта сөз үрсетілмекте, о Милли Меджелес рейсі Рифат Чубаровның Facebook сәйфесінде дәрджетілгендір. 9 грудня буде зустріч Нормандська. Декабрьнің 10-да Норманд көрішігі кечерілежек. Анда президент Украина топырақ бүтінлігі шу жүмледен бүтін дүния танаған Қырым бе Ақиярда ішінде олмақ үзіре керек айтарылуынен бағылы меселеміз олған ақында айтмақ керек. Сонрадан бас ақында түшінмек керек. Амма базым Қырымда ішінде кірген топырақ бүтінлігі меселеміз олғаны әргес қайдетмек керек. Украина дениз лиманларының мемориеті Русиядан ижар етілген Қырымдаки мал мүлкі үшін 1 миллиард 240 миллион гривна миқдарында тазминат берілгенін талап еті. Бұл ақта Мойсесінің ресми сайтында білдіріле, бұл малюматыны біздерге дениз лиманлар мемориетінің матбуат қызметінде таздықлады. Русия талапларыны көрмемезліке ұрса, иш халқара арбитраж махкемесіне йоланылажақ. Украина 2014 сене апрель айында Қырым Мұхтар Жұмхуриетінде ерлешкен дениз лиманларыны Назирлер кабинетінің әмірінен ресми шекілде қапатқан еді. Ростовдаки сезосында сияси мәбіз Тимур Ибрагимовның иләджілері мұсадире етілгендір. Бұл ақта Қырым хаберлеріне оның адвокаты Эдем Семедляев білдірді. Оларда төшкерів кечіргенде ona ilaç тапқанлар, оларны сақлама екен, чүнки олар онда Ахмеджи тәғиқат тізілетерінде олар açık yerде тұра екен. Ona ikimizini ile onların resmi yollanmalar vasıtasını dibir edi. Fakat yazık ki Rostov'da kaydeler başka türlü çalışaymış. Onun apları çekilip alıngan. Şimdi ise o öz başına ağlarını geri kaytarmağa tırışa çünkü o onlara muhtaç. Ойдырылған Хизбут Тахрир шейкенжі Бақчысарай группасының фигуранты Тимур Ибрагимов ноябрьнің 8-інде Ростов сезосына кетірілді. О террористик фаалиетті иштирак етуде қабатлана ишгалжілер Тимур Ибрагимов или да 5 қырымлыны 2017 сенесінің октябрь айында Бақчысарайда ерлешкен евлерінде түнтеулер кечіргенден сон тұтып алдылар. Ишғал етілген Ахмеджетте жанлы сез 2019 финал концертінің репетициялары башланды. Шымды конкурс иштиракчылары ош шығышларыны азырлап, очалары санатлаштырыcı режиссерлер, дизайнерлер ве стилистлернен берабер чалышалар. Репетициялар насыл севеде кечкені ақында бізім Невбеттікелев хамызда икей етілі. Bizim Karadeniz Production studiyamız nihayet böyle bir büyük proyektlerden biri olgan canlı ses proyektini
işini başladı. Nihayet böyle castinglerini geçirip final yoluna çıkamız. Endi böyle bir netice yoluna ve pek inanamız ki bu yıl Canlı Ses 19 былтырғы senege bakkanda daha yüksek seviyeye көтерілер ve biz ana babalarını, seyircilerimizni öz neticelerimizden kuvandırırıq. Bu sene bala yarışının finalına 30 iştirakçı geçti. Onlar 2 ay devamında öz yarışlarını hazırlayacaklar. В этом году очень много сильных детей. Bu sene pek çok istidatlı bala var. İlk repetitsiya ötkürüldü. Belli ki pek acayip sesler var. Hocaların işi de meraklı. Biz elbette ki tırışamız, yerlerini seylep, yanı seslerini kıdıramız. Pek meraklı, büyük ve parlak bir konser olacak. Устазым Риана Таркова ола. Пек яхшы ер олып чыхаята. Менімче мен bu yarışta tecrübe kazanır ve böylelikle tuğan tilimni öğrenmek daha da kolay olur. Biz balaban bir sürpriz hazırlanayımız. Anda ve rap olacak, ve yer olacak, hepsi olacak. Menimce bu pek güzel çıkış olacak. Onu hepsi beginner. Men 4,5 yıl devamında Yıldızlar takımına katnayım. Her yıl biz oynayımız ve yarışının teşkil edildiğinde iştirak etemiz. Pek istedik ve bu yıl nihayet finalga çıktık. Her yıl Canlı Ses yarışında ustazlar RT kaldırmağa tırışalır. Bu sene biz halk mevzusundan ayrıldık. Daha çok zamannevi hususiyetler ve jizni hoştuk. Men Kırım Tatar medeniyetini göstermege isteyim. 2019 Canlı Ses'nin finali yanvarın 18'inde işgal edilgen Ahmetçet'nin Akademik Müzikali Teatrı'nda ötkerilecek. Ruslan Halabov, Sergey Şvets, haberler Yuva Kırım. Программамыз sonuna yetті. Yarın kanalımızda yayınlanan siyasi Zворотный бирлик adlı ток-шоуны kaçırmanız ve Facebook'taki yanılıklarımızı takip etiniz. Sağlıkla kalınız.